Барлығыңызға сәлем. Мен Ерген қызы Тоғжан. Қазір ел үміті 2020 жазғы лагеріндемін. Бүгінгі лагерь маған өте қатты ұнап тұр. Мен өзім Түркістан облысы Созақ ауданы Қаратау ауылынан боламын. Біз лагерьде демалып қана қоймай, жаңа таныстықтар, жаңа білім алып жатырмыз. Сондықтан да ұйымдастырушыларға көп алғысымды білдіремін. Менің есімім Аманжолов Сержан, мен Ақтөбе қаласынан. Осы лагерьге тәуелсіздік дәуірі ойыны арқылы жеттім. Мен Тоғжанға толықтай келісемін. Маған да лагерь өте қатты ұнап жатыр. Біз 2 күн бұрын Астанада болдық. Келгенімде өте үлкен әсер алып, зәулім ғимараттарды көріп, тамаша әсер алдым. Әрине бұған да еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың үлесі өте зор. Я согласна с Сержаном и хочу выразить свою благодарность фонду первого президента за то, что создал такие благоприятные условия для нашей молодежи. Участвуя в разных проектах, мы становимся более талантливыми, развиваемся и узнаем побольше о нашей культуре. Я сама с проекта «Медаль Елбасы», и я смогла раскрыть свои таланты, узнать больше о нашем народе, о нашей стране и попасть в этот лагерь. Менің аты-жөнім Ерабай Руслана, мен Тараз қаласынан келдім. Лагерьге негізі әсерім өте керемет, себебі біздің бірінші президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев Астананың дамуына өз үлесін қатты қосты, себебі Астананы кішкентай несінен бастап, қазіргі кезде Астана дамыған қалалардың бірі болып жатыр. Сәлем, менің есімім Ратжан Әділбай Тұрсынәліұлы. Мен Шымкент қаласы елбасы медалі жобасына келдім. Жалпы, осы бір жобаға келгенге дейінгі Ратжан мен қазіргі Ратжан мүлде басқа. Ол Ратжан комплекстерге толы, өзінің ойын ашық жеткізе алмайтын және де өте қатты ұялшақ бола болатын. Ал осы елбасы медалі жобасына келу арқылы мен өзімнің ораторлық қасиеттерімді жақсы дамыта алдым. Және де дәл қазіргі сәтте ел үміті лагерінде топ 10 үздік оқушылардың қатарына кірдім. Менің аты-жөнім Құдайберген Үміт. Мен Жетісу облысы Қаратау ауданы Оян ауылынан келіп отырмын. 2020 жылы 1000 бала олимпиадасына алғаш рет қатысқан болатын 5-ші сыныпта, және сол кезде жеңімпаз атандым. Кейін екінші рет 2021 жылы 6-ші сыныпта 1000 бала олимпиадасына қатысып, тағы да жеңімпаз атанып, мектептерде оқуға мүмкіндігім болған. Жетістіктердің бастамасы деп білемін. Здравствуйте, я Аров Артем из Акмолинской области, села Красный Кордон. Я участвовал в проекте «Мынбала» и от всего сердца хочу передать благодарство фонду Нурсултана Абишевича Назарбаева за создание таких проектов в сфере образования, которые дают возможность талантливой молодежи развиваться и проявлять себя. И как подарок для всех находиться в этом культурно-общеобразовательном лагере Ел-МТ. Баршаларына сәлем достар, қайырлы күн. Менің есімім Гүлжан, Шымкент қаласының тұрғынымын. Мен осы лагерге өзімнің белсенділігім арқылы осы сауықтыру лагеріне жазғы демалуға келдім. Мен Нұрсұлтан Назарбаев қорымен және де ел үміті лагеріне алғыс айтқым келеді. Және де бізде көптеген тренингтер, кездесулер болды. Журналист Асаубек Айнбетов, әнші Мархаба Сәбилмен бізде кездесулер өтті. Баршаларына мың алғыс. Баршаңызға сәлем, есімім Арыстан Ерлікұлы болады, ел үміті лагерінің аға тәлімгері болып келемін. Жалпы 2019 жылдан бастап, жастар жылы жарияланғаннан кейін Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың қолдауымен ел үміті жобалары өз бастауларын жүзеге асырды. Жалпы осы ел үміті лагері барлық балаларға, барлық тәлім алып жатқан балаларға өзінің білімін ұштастыруға, шығармашылығын үлкен жобаларды көрсетуге ықпалын тигізді. Аты-жөнім Лодочников Алексей. Мен өзім елбасы медалі жобасының алтын медалі иегерімін. Жалпы осы жоба маған не берді деп сұрақ қойсақ, бұл елордамыз Астанаға көшуге өзінің жақсы ықпалын тигізді. Бәріміз жақсы білеміз, елордамыз Астана жастардың мекені, жастарға көптеген мүмкіндіктер жасалған қала. Сондықтан осындай керемет жобаларға қатысуға, атсалысуға барлық еліміздің жастарын шақырамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.